Қазақстанның флорасы мен фаунасы. Қоңыр аю тұқымдасына кіретін жыртқыш. Салмағы 300 кг-нан асады. Терісі тулақ жасауға, еті жеуге жарайды. Дәнді дақылдардан көбінесе сұлыға зиянын тигізеді. Кейде малға да шабады. Ел арасында өті, майы емге жұмсалады. Ареалы Қазақстанның солтүстігінде. Қар барысы, Эльбрус. Орталық Азиядағы тауларда, солтүстік Үндістан, Пакистан, Байкал, Тибет өңірлерінде мекендейтін мысық. Көп түргі және көшпенді елдері үшін барыс ұлттық таңба. Алматы қаласының қала таңбасында барыс. Татарстанның республикасының ел таңбасында қанатты барыс. Барыс 3-ші санат болып саналады. Ареалы қысқарып, саны азайып келеді. Барысты 2-ші санатқа көшіру керек. Қызыл қасқыр, қасқыр тұқымдасына жататын жыртқыш. Қазақстанда Тянь-Шань мен Жетісу алатауында кездеседі. Дене тұрғы 100-110 см, құйрығының ұзындығы 45-50 см. Қызыл қасқыр терісі бағалы аң. Саны өте аз. Соңғы 40 жылда Қазақстанның қызыл қасқырдың кездескені туралы дерек жоқ. Қызыл қасқыр халықаралық табиғат қорғау одағы мен Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Бүркіт, сұңқартәзділер отрядына, қаршыға тұқымдасына жататын үлкен құс. Көбінесе тоғайлы және таулы жерде тіршілік етеді. 3-ші санат, саны қысқарып бара жатқан түр. КСРО қызыл кітабына енген. Қазақстан территориясына шашырап мекендейді. Оңтүстік пен шығыстың тауларында, Маңғыстауда, үстірттің шыңдарында, Мұғылжарда, Сырдария өзенінің аңғарында, Қызылқұмда, Бетпақтағада, Сарыарқаның бірқатар нүктелерінде, Көкшетау, Қырқаралында және Павлодар ертіс өңірінде кездеседі. Шірен қызғалдағы Қазақстанның барлық өңірінде өседі. Шірен қызғалдағы әсемдік өсімдік. Алқабы жылдан жылға қысқарып келеді. Жер жырту және егісті жедел игеру салдарынан оның қоры жылдан жылға азаюда. Қызғалдақ Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Тау шымылдық, сарғалдақтар тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдіктер, бұталар. Қазақстанның шығысындағы таулы, орманды аудандарда кездеседі. Бұлардың биіктігі 40-80 см. Тамыры бұтақты, әрі жуан, қоңыр түсті. Салмағы 5-6 кг болады. Бұтақсыз сабағы бірнеше. Олар тік өседі. Корольков бәйшешегі, құртқа шаштар тұқымдасы, бәйшешек туысына жататын көп жылдық өсімдік. Қазақстанда оңтүстік Қаратау мен Талас алатауының сілемдерінде кездеседі. Таудың төменгі белдеулерінде, ұсақ қиыршықтасты беткейлерінде өседі. Биіктігі 10-20 см. Ол сәндік өсімдік. Жылдан жылға таралу аймағы азайып бара жатқандықтан қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Ақ тұңғиық, тұңғиықтар тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін су өсімдігі. Қазақстанда сирек өседі. Негізінен батыс аймақтарында, батыс Қазақстан облысында таралған. Ақ тұңғиық сәндік өсімдік өте сирек кездесетін түр болғандықтан қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген.